Қазір кештелетіп маманың витаминдері келген болатын, яғни биохаяттан тапсырыс берген болатынбыз. Тминға, яғни қазақша айтқанда қара зере майына. Достар, бізде мама бұл қара тмин, яғни қара зере майын ішіп жүргеніне уже 2-ші ай болып жатыр, именно биохаяттан алып қолданып жүргеніне. Қазір енді мама жалпылама өзі не үшін қолданып жүргенін айтып береді, и результаты қандай болып жатқанын. Я бұл қара зере майын мен уже 2-ші ай ішіп жатырмын. Енді қара зере майын енді көпшілікке айтқанда негізінде 40 ауруға ем деп пайғамбарымыздың өзі айтқан ғой. Бұның түрі көп та, бірақ маған осы түр ұнады. Осы жаңағы қайнеден әкеп беріп жатсың Биохаят. Осы биохаяттікі маған ұнады. Бұның барлық түрін мен ішіп көрдім, ұнамады. Жүректі айнытады біреулері. Мынау бір жақсы сіңімді екен. Өте сіңімді, и пайдасында жақсы көрірім. Әлі күш қуат береді. Енді мен керемет диагноздарымды тізіп айтпай қояйын. Көп нәрсеге шем. Мынау деп неғымайын. Оның ішінде осы көзімде әйтеу зрением кішкене қояйын. Көп нәрсеге шем. Мынау деп неғымайын. Оның ішінде осы көзімде әйтеу зрением кішкене дұрысталса деген үміт қой. Сондықтан пайдасы болғаннан кейін ішем. Достар, және де бізде биохаят, яғни өнімі Асфендияровтан медициналық жаңағыдай зертханадан тексерістен өткен, яғни тексерістен өтіп қазіргі таңда қолдануға болады, және де халал өнім болып есептеледі. Яғни документі барлығы кітапшасы бар медицина жағынан. Ешқандай қорықпай қойсаңыздар болады. Және де бұл тек 40 ауруға ем деп айтып жатыр ғой. Былайынша айта кетсек, көбісінде бүйрек, асқазан, тағы давление, зоб, бала көтере алмайтын қыз-келіншектер тізіп айта берсек өте көп. Соларға барлығына ем, өнім. Баршаңызға қалайсыздар, ағайындар, бауырлар. Ауылым алтын бесігім, миың тыныш. Рахат, Тып тыныш, тып тыныш. Айран қортыңды, сүтіңді, қаймағыңды ішіп жеп, тапчанда жататындай погода ғой. Сторис түсіріп келатсаң, бетіңе қарап, тамақ жейтіндерге таң қаламын да, тұрып еще.